Сәлеметсіздер ме балалар? 2-ші сынып қазақ тілі бөлім атауы салт дәстүр. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ертегі не туралы? Сабақтың мақсаты тыңдалған материалдың мағынасын түсіну, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, диалог құрастыру және сөйлемдерді толықтырып жазу. Сабағымызда меңгерілетін жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Не туралы? Про что? Кім туралы? Про кого? Тігінші, портной, швея. Не туралы? Кім туралы? Тігінші. Ал балалар, тігінші сөзіне анықтама беріп кетейін. Тігінші, тігін, тігетін адам. Тыңдалым тапсырмасы. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Мультфильм тігінші мен ай туралы. Әлібек, мультфильм не туралы? Әлібек, сен не көресің? Мен мультфильм көремін. Мультфильм не туралы? Мультфильм тігінші мен ай туралы. Жарайсыздар балалар. Сұрақтың жауаптарын тексеріп көріңіздер. Мультфильм тігінші мен ай туралы. Я балалар, мультфильм не туралы екен? Жарайсыздар балалар, өте дұрыс, тігінші мен ай туралы мультфильм екен. Дұрыс айт, айдары бойынша сөздердің жазылуы мен айтылуын естеріңізде сақтаңыздар. Көресің, көресің, не туралы? Тігінші. Оқулығымыздағы 44-ші бетті ашамыз. Бірінші тапсырма. Айтылым тапсырмасы. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Мен көремін, ол көреді, және сен көре. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді дұрыс жауабымен тексеріп өтіңіздер. Мен мультфильм көремін. Сен мультфильм көресің. Ол мультфильм көреді. Мен кино көремін. Сен кино көресің. Ол кино көреді. Мен концерт көремін. Сен концерт көресің. Ол концерт көреді. Мен футбол көремін. Сен футбол көресің. Ол футбол көреді. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген ойдамын. 2-ші тапсырма айтылым тапсырмасы. Үлгі бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл қандай мультфильм? Ол мультфильм не туралы? Үлгі. Мынау Карлсон мен балақай туралы мультфильм. Бұл мультфильм Карлсон мен балақай туралы. Я балалар. Мынау мультфильм қандай мультфильм? Ол не туралы? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл көліктер туралы мультфильм. Ол мәшинелер туралы. Мынау Алдаркөсе туралы мультфильм.
Ол Алдар көсе мен бай туралы. Бұл Тігінші мен ай мультфильмі. Бұл мультфильм Тігінші және ай туралы. Жарайсыздар балалар, сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіздер. Жазылым тапсырмасы. 3-ші тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып жазыңыздар. Алдарыңызда суреттер берілген. Сол суреттерге қарап, мен мультфильм көремін. Ол не туралы? Сен мультфильм көресің. Ол не туралы? Сіз мультфильм көресіз. Ол не туралы? Ол мультфильм көреді. Ол кімдер туралы? Сұрақтарға жауаптарын толықтырып жазыңыздар. 4-ші тапсырма айтылым тапсырмасы. Суреттерге қарап, диалог құрастырыңыздар. Иә балалар, бүгін ертегілер туралы өттік. Қандай ертегі? Және бұл ертегілер не туралы, кімдер туралы деген сұрақтарға жауап бердік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.